Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің видеомның соңына дейін қарап шықсаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Және дрожжымызды венчикпен араластырып алатын боламыз. Және сұйық майымызды құйып, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Енді бір келкетіп араластырып алатын боламыз. Үстінен қопсытқышымызды бір шай қасық және ұнымызды азыдан сала отырып, осылай жартылай салған кезімізде ұнымызды үстінен жұмсақ сары майымызды саламыз. Және уксус 6% уксусымызды құямыз. Бір шай қасықпен 6% уксусыңыз болмаса, 70% уксусқа кішкене су жіберіп, бір шай қасық салсаңыз болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Мен бірнеше рет жасап көрдім. Осылай жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Міне осылай қолымызға кішкене жабысыңқырап тұрады. Бетін жауып қалдырамыз. Міне 2 есе көтерілді қамырымыз. Осылай бір қайтарып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды алып теңдей 2-ге бөлетін боламыз. Және бір бөлігін 6 бөлікке бөлеміз. Енді барлығын зуалалап, домалақтап алатын боламыз қолымызбен. Және бетін жауып кішкене қалдырамыз. Міне енді кезектен алып, булочкаларымызды әдемілеп шығатын боламыз. Әркімнің өз қалауы. Мен осылай домалақтап жайып алдым. Ұзынша етіп жайып алдым және кішкене майлап, еріп тұрған майымызды майлап, үстінен шекер араласқан макты сеуіп шықтым. 3-ке бөлдім және өріп шығатын боламын. Осылай, дәл осылай. Бізде розагүл тәріздес болады. Міне енді орап шығатын боламыз. Міне достар, бізде розагүл тәріздес болып шықты. Енді екіншісін дайындайтын боламыз. Екіншісін осылай домалақтап жайып аламыз. Үлкендеу етіп, қатты тым жұқа етіп жібермеңіздер. Міне осылай кесіп аламыз. Жанына корица мен шекер араласқанды сеуіп, вареный сгущенкамызды сапасы міндетті түрде жақсы болу керек, әйтпесе ағып кететін болады. Осылай екінші түйеуіміз, енді үшіншісін осылай домалақтап жайып аламыз. Майымызбен жағып, ортасына магымызды сеуіп шығамыз. Және домалақтап осылай орап аламыз да бүктейміз теңдей. Және ортасын кесеміз. Сонда бізде жүректес тәріздес болып шықты. Енді 4-ші әдісі осылай домалақтап жайып аламыз. Ортасына вареный сгущенкамызды салып, шетін майлап алдым, кішкене жабыспас үшін. Достар, ол барлық рецепттің барлығын описанияның астына қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарасаңыздар болады. Енді бізде 5-ші әдіс. Осылай ұзынша етіп жайып алатын боламыз. Ортасына мак пен және шекер араласқанды сеуіп, жанынан орап шығатын боламыз, немесе бүктеп. Енді оқтауымызбен ортасын басып шығамыз. 3-ке бөлеміз, осына теңдей. Өріп шығатын боламыз.
Енді орап шығамыз бір шетінен. Бұл гүл тәріздес бұл да. Міне достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Енді кішкене бетін жауып, кішкене тындыратын боламыз. Енді бетіне жағатын боламыз. Жұмыртқамызды аламыз. Бір дана жұмыртқаның ішіне аздаған сүт құйып, барлығын бетіне жағып шығатын боламыз. Дәл осы уақытта сіздерге айта кетейін, менің арнамды күнделікті жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Міне барлығына жағып шықтық. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.